fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man. Сәлем достар, сендермен бүгін мен Бейбарыс. Достар, бүгін видеода біз мен қалай видео түсірем деген видео түсіріп отырмыз. Достар, бұл видеода мен видео түсіруге қандай құралдарды қолданамын, сол туралы көрсетіп кететін боламын. Барлығы осы қораптың ішінде. Сондықтан мен даусым біртүрлі шығып тұрса, ренжімеңіздер. Себебі мен микрофоным осы коробканың ішінде. Ендеше кеттік, достар. Ең алдымен сіздерге коробкамды көрсетейін. Ең бірінші бізде бұл штатив. Бұл менің өзімнің AliExpress сайтынан берген штативім. Өте керемет. Талай видеоларда осы штатив арқылы видео түсірдім. Өте керемет. Бірақ нашетті аяғы сынып қалды. Мына жағы аяғы сынып қалды. Ештеңе етпейді. Сонда да мен жаңа штативке заказ беретін боламын. Сіздер яғни лайктарыңыз басып, менің каналыма тіркеліп отырсаңыздар. Сондықтан сіз каналға тіркеліп отырыңыздар, достар. Міне осы бірінші ең алғашқы жас ютуберге керек нәрсе ол штатив. Бұл мен және де сіздерге қолданып салған штативімді өткен видеода менің ютуб каналымнан қарасаңыздар көресіздер қалай штатив жасауға болады. Және де екінші бізде бұл менің колонкам, жай музыка тыңдаған арналған колонка. Және де өзімнің посылкасы жүрген екі посылкасы жүрген пышағым. Және де бұл өткен видеода келген біздің нож кредиткамыз. Өте керемет өтеді. Өзіңіз видеодан көрген шығарсыздар. Бұл өте керемет өтеді. Және де бұл жай ғана кішкентай сумочка. Және де бұлар керемет заттар. Және де бұл маған влог түсіруге ең керекті нәрсе бұл монопод. Өзіңіз білетіндей монопод. Осы монопод арқылы кейін жаз шықса, құдай берсе, жазда көптен влогтар түсіретін боламын. Келесі бұл бізде бұл менде видео монтаждап отырып қолмен қысатын қалай айтады, атын білмеймін, достар. Білсеңіздер комментария жазып кетіңіздер. Атын білетін, бірақ ұмытып қалдым қандай екен. Комментария жазып кетіңіздер, достар. Келесі бізде осы қорап. Мына қорапты былай қоя тұрамыз. Бұл қораптың ішінде, достар, бұл маған керекті заттар. Бұл крепление, штативтің креплениясы. Біреуі моноподқа жалғанады, біреуі штативтің өзіне жалғанады. Міне осындай екі крепление. Біреуін басып тұсқапты. Және де бұл менің өзімнің наушнигім. Bluetooth'ный наушник. Бұл менде мен ойындар түсірем. Және де келесі бізде бұл микрофонымыз өзіміздің. Бұнықты мен AliExpress сайтынан заказ бергем. Өте керемет. Және бұл өте шыдамды. Мықты, даусыңызды анық, тұнық естіледі. Және де бұл менің соңғы затым. Соңғы емес бұл. Қораптағы соңғы затым бұл біздің двойник переходнигіміз. Бұл наушниктің бөшетіне микрофон салады. Сол өте видео түсіруге өте керекті құрал. Бұл қорапты бітті. Бұл заттарымызды қайтадан жинап саласыздар. Достар, мен бүгін видеомыз осындай болды. Мен осындай қарапайым ғана заттармен видео түсірем. Алдағы уақытта өзіме керекті заттарды алатын болам. Бұл қораптың ішінде не бар, сен бұны көрсетпедің ғой десеңіздер, бұның ішінде түкте жоқ, достар. Бұл жай ғана керекті заттар салатын қорап. Мен осындай қарапайым заттармен ғана видео түсірем. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, және де менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Аман сау болыңыздар, достар.